Бақыт формуласы. Кіріспе. Көк жүзіндегі жұлдыздардың, сахарадағы құмдардың, ауадағы атомдардың, жаңбыр мен теңіз тамшыларының, ағаш жапырақтарының санына сай, тіпті саннан да көп сансыз мадақ мақтаулар алып жаратылыс сарайының жаратушысы бір Аллаға тиесілі. Оның бір екендігінің дәлелдері күн секілді ап-айқын. Оның сипаттарының ұлылығы нақты дәлелдермен белгілі. Оның ұлылығының кемелділігін тек өзі ғана біледі. Ол бүкіл нұсқандық атаулыдан пәк. Ешбір тіршілік иесі оны толық танып біле алмайды. Ақыл оның кемелділігіне жете алмайды. Ақыл жұлдыздары Алла нұр мәртебесі басталған нүктеде батып жоғалады. Өнер шеберлері мен сендерге күре тамырларыңнан да жақынмын мәртебесінде әл дәрменсіз қалады. Оны лайықты түрде тани алмау, өзінің әлсіз, кемшін екенін көрсету әулиелік мәртебенің соңы. Оған лайықты түрде мадақ, мақтау айталмағанын мойындау пайғамбарлардың оған жақындауының соңы. Алайда оны танудан үмітін үзу де үлкен әдепсіздік. Оны лайықты түрде тану үшін салыстыру мен мысал келтірудің де пайдасы жоқ. Өйткені құлдық мақамында және қызмет аясына қажет болған мен жындар мен адамзатты тек маған құлшылық етсін деп жараттым. Илляхи заңының мағынасына сай әрекет етіп, нағыз жаратушының таңғажайып істері мен ұлы сипаттарын ойлауды бір сәтке үзбеу керек. Осылайша барша әлемдегі нұрдың оның нұрының шағылысы екен. Оның құдірет теңізінен нәр алып тіршілік етіп жатқандығы түсінікті болып, мүлік Алланікі, көпірінен Алладан басқа ештеңе жоқ көпіріне өтіледі. Миллиондаған салауат пен сәлем барша адамзаттың мырзасы, пайғамбарлардың соңғысы, таңдаулылардың көсемі, иләхи сырлардың сенімді аманатшысы Мұхаммед Мұстафаға және ислам үмметінің негізін қалаған шариғат әмірлерін баяндаған сахабаларына, әхіл бәйтіне, әсіресе Әзірет Әбу Бәкір, Әзірет Омар, Әзірет Осман және Әзірет Әлиге болсын. Осыдан кейін біліп қой, мына фәни дүние базарында жүрген адам баласының бостан босқа жаратылмаған, тіпті көктегі және жердегі барша атом атауларының өзі болмыс тілмен мен бекерге жаратылмадым дейді. Материя мен рухтың тылсымы, түрлі істердің қарама қайшы ұғымдардың хикмет кемесі, ғибрат айнасы. Адамның бұл дүниеге болмысының бір бастамасы болғаны секілді, ақыреттегі болмысы мәңгі әрі соңы жоқ. Материалдық болмысы өте қарапайым болғанымен, рухани болмысы өте ұлы. Ең әуелінде табиғатындағы хайуанға тән жаман сипаттар араласып, қу нәпсі әрдайым жамандыққа бұйырады, тұзағына түсіп қалғанымен, жамандықпен күрес майданында және жақсылықты іздеу жолында жаман шайтани сипаттардан арылып, кіршіксіз пәк болады. Һәм уа жаны жай тапқан, көңілі орныққан нәпсі Раббыңа қайт үндеумен әсбәл сәфәлинен ұшып, улухият табалдырығынан Раббының сарайына жақын жерге үйтігеді. Негізі әсбәл сәфәлин нәпсіге тән хал болып, шахуат пен ашуға тұтқын болу деген сөз. Ал ағла илин ең жоғарғы рухани дәреже болып, ақыл соның арқасында ашу мен шахуатына ие болып, қане қас құлдарының қатарына сен де қосыл, жаннаты мәккір шақыруына ие болған пенделердің қатарына қосылар. Адам баласы періштелерге тән осындай сипатпен Алланың жамалына барынша бауыр басып қалады. Тіпті одан бір сәтке көз жазып қалса, сан алуан нығметтермен көмкерілген 8 жаннаттан да жұбаныш таппайды. Демек, кемшін әрі қадірсіз жаратылған жаман нәпсілер тек күресу арқылы, ақиқатты іздеу арқылы тазарады. Бақыр мен күрішті қызыл алтынға айналдыратын химиялық формула өте тапшы болғандықтан, адамдық жауһарларды хайуани қоспалардан арылтып, періштедей кіршіксіз пәктікке жеткізетін, оны алтындай татпаспайтын халге жеткізетін күресу формуласы да табыла бермейді. Осы кітаптың мақсаты хақиқат дәрінің қоспаларын оқырмандарына жеңіл жолмен түсіндіру. Сол себепті осы кітапты Қимия Сағдат, бақыт формуласы деген атау бердік. Кешірімі мол Алладан тілерім, оны алтынына сай формуладай қызметке лайық қылсын. Негізі бұл формула басқа формулалардан артық. Бұл формула ақиқат, басқалары жасанды. Өйткені басқа химиялық формулалардың қадір қасиеті бақыр мен күрішті тот басудан қорғап, оларға өткінші өмірде біршама сап қасиет беру. Ал мына химиялық формула нағыз үлкен нығметтердің мәңгілік өмірдің дәнекері.
Өйткені хайуанға тән сипаттарға, адамға тән сипаттарды, нәпсіге тән халді рухбандыққа айналдыратын міне осы формула, және мәңгілік бақыттың себепкері де осы формула. Кітаптың мазмұны. Химиялық формула ешбір ұстаның қалтасынан табыла бермейді. Ол тек патшалардың қазынасында болады. Дәл сол секілді мәңгілік бақыт формуласы да тек Алланың қазынасында болады. Сол бір қазыналар бейнебір көктегі Аллаға жақын періштелердің жауһары мен жердегі пайғамбарлардың жүрегінен құралады. Олай болса, хақиқат формуланы пайғамбарлардан басқасынан іздегендер адасады және ақыретте бүкіл ісі зая кетіп, құрдымға кетеді. Бүкіл жамандығы бетіне лақтырылып масқара болады. Ендеше пайғамбарлардың адамзатқа жіберілуінде үлкен хикмет жатыр. Мақсат хақиқат формуласының ілімін адамдарға түсіндіру. Соның арқасында адамдар күрес майданында жүрек жауһарын арылту жолдарын және жүректі шайқайтын жаман ақлақты жақсы ақлаққа айналдыру жолдарын үйренеді. Сол себепті Алла тағала Құранда әуелі өзінің құдіретімен, кемелділігімен, жалалымен, ұлылығымен мадақталады. Содан кейін құлдарына пайғамбарлар жіберіп, тура жолдарды көрсеткені баяндалады. Осы тұрғыдан ең үлкен нығмет болып табылатын хақиқат формуласымен тек пайғамбарлар ғана үйрете алатынын көруге болады. Ұлы ғалымдардың айтуынша, аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі Алланың мінсіз, пәк һәм кемшілік атаулыдан ада екенін жар салып ұлықтайды. Ол Мәлик, шексіз билік иесі, Құддус, өзі қандай мінсіз әрі пәк болса, күллі ғалам да әрдайым таза ұстаушы, Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Хаким, әрісі үкімінде көптеген хикметтер болған теңдессіз даналық иесі. Ол үмми қауымға өз ішінен бір елші жіберді. Ол елші оларға Алланың өзіне уахи еткен аяттарын оқиды. Оларды арылтады һәм оларға кітап пен хикмет үйретеді. Әйтпесе олар бұған дейін анық адасуда еді аятында. Оларды арылтады сөзінің мақсаты оларды хайуанға тән сипаттардан, жаман ақлақтан тазартады деген сөз. Ол оларға кітап пен хикметті үйретеді сөздері оларды тазартқан соң мағрифат көйлегімен көріктендіреді. Періштелердің ақлақын оларға кигізеді дегенді білдіреді. Бақыт формуласының мақсаты нәпсі сарай дүниелік нәрселерден тазартып, оның жүзін дүниеден бұрып, Аллаға бағыттау және жүректе Алладан басқа ешбір нәрсеге орын бермеу, оған жан тәніңмен бет бұр. Аяты осы ақиқатты баяндайды. Мұсылмандық шарттары. Адамның өзін ғибадатпен безендіруі, бұл ғибадат үркіні. Адамның өз өмірін, іс-әрекетін ислам ақлақына сәйкестендіруі, бұл мұғаламат үркіні. Адамның жаман мінездерінен арылуы, бұл мұхлихат үркіні. Адамның өз жүрегін көркем мінезбен әсемдеуі, бұл мүнжият үркіні. Маңызды ескерту. Имам Ғазали ислам дінінің ұлы мүждахидтерінің бірі. Ешқандай мазхабта болмаған имам. Оның атағы мен мәртебесі жоғары. Сонымен қатар ижтихаттары Шафиғи мазхабына сай және жақынырақ. Сол себепті Шафиғи мазхабынан деп саналған. Әйтпесе өзі мүждахид. Бұл аудармадағы жазылғандар түпнұсқаға сай аударылған. Фих бөліміне кіретін, әсіресе ижтихатқа қатысты амалдар мен іс-әрекеттерге қатысты жазбалар өз мазхабына, ижтихатына орай жазылған. Оқырмандардың осыған назар аударуын және өз мазхабына, әсіресе Ханафи мазхабына сай келмейтін нәрсені көрген кездерінде қате деген ойға салынбауын, ұлы имам туралы жаман ойламауын өтініп сұраймыз. Себебі хадисте үмметімнің мүждахидтер арасындағы қайшылық рахмет делінген. Аудармашы. Ғибадат, ақыл сүннет сенімін дұрыс үйрену. Мұсылман адамға ең әуелі тілмен айтқан «Лә иләһә иллаллах, Мұхаммәдін Расулаллах» деген сөздің мағынасын жүрегімен түсіну және сезіну парыз. Бұған ешқандай күмәні болмауы керек. Мұсылмандықтың негізі үшін, яғни мұсылман болу үшін сенуі және осы иманда күмәннің жоқ екеніне жүректің шешімін қабылдауы жеткілікті. Дәлелдермен білу әрбір мұсылманға парыз айын емес. Себебі Расулалла саллаллаху алейхи вассалам арабтардың дәлелмен білгенін, кәләм ілімін оқығанын, күмәндарын зерттеп, оларды шешуді бұйырған жоқ. Бәлкім, растау және сенуді жеткілікті санады. Бұқара халықтың дәрежесі бұдан артық болмайды.
Алайда сөз сөйлеуді білетін, күмәнға салынған және наданды күмәнға түсіретін адамның шүбәләрін жоятын кейбір ғалымдардың болуы қажет. Бұл ғылым кәләм деп аталады. Бұл парыз қипая. Бір қалада осындай бір-екі адамның болғаны жеткілікті. Надан сенімге ие болған адамға кәләм ғылымы сенімнің қорғаушысы және жол көрсетушісі болады. Ал өзін танудың ақиқаты осы екі мақамның арғы жағындағы жолдан басталады. Мұның бастауы күресу. Күрес пен тақуалық жолымен жүрмеген адам бұл дәрежеге толықтай жеткізе алмайды және оның ісі дұрыс болмайды. Себебі зияны пайдасынан көп болады. Бұның мысалы диета сақтамастан дәрі қабылдаған адамға ұқсайды. Ол адам жан тапсыруы мүмкін. Себебі дәрі асқазанын бұзады. Ол шипа таппай, одан әрі ауруын асқындырып алады. Мағрифаттың Алланы тану бір белгісі мен нышаны бар. Оны сол жолдағылар іздейді. Дүниемен байланысы жоқтар, онымен айналыспайтындар және өмірінде Алланы іздеу және қалаудан басқа нәрсемен айналыспайтындарды қоспағанда мұның ақиқатын ешкім іздей алмайды. Ал бұл қиын және ұзаққа созылған іс. Олай болса, баршаның азығы болған нәрсені көрсетейік. Ол ахл сүннет сенімі. Осындай сенім жүрегіне орнаған адам үшін бұл сенім бақыт пен құтылудың негізі болады. Сенім. Біліп қой, сен жаратылғансың. Сені бір жаратушы жаратты. Бүкіл әлемнің және әлемдегі барлық нәрсенің жаратушысы сол. Бұл жаратушы жалғыз. Серігі жоқ, ұқсасы жоқ, сыңары жоқ, әрдайым бар еді. Бар болуының бастауы жоқ, әрдайым бар. Бар болуының соңы болмайды. Оның бар болуы қажет, жоқ болуы оған тән емес. Бар болуы өзінен еш нәрсеге мұқтаж емес. Оған мұқтаж емес еш нәрсе жоқ. Бар болуы өзінің заты арқылы болады. Барлық нәрсенің бар болып тұруы сол арқылы. Тәнзих. Ол негіз, жауһар емес, материя емес, кездейсоқ емес. Ешқандай материяда болмайды, еш нәрсеге ұқсамайды, түрі жоқ, өлшенбейді. Ол қандай және не сияқты деп сұралмайды. Ол деген кезде сан мен сапа тұрғысынан ақылға, ойға келетін барлық нәрселер ол емес. Себебі бұлар оның жаратқандарының сипаты. Ол жаратылғандар сияқты емес. Ақылға, қиялға келетін барлық нәрсені сол жаратады. Үлкен кіші деген өлшемдер ол үшін айтылмайды. Себебі бұлар да материялық әлемнің сипаттары. Ал ол дене материя емес. Ешқандай материямен байланысы жоқ. Бұл жердің үстінде емес, бір жерде емес. Ол бір орында қабылдаушы емес. Әлемдегі барлық нәрсе аршының астында. Ал аршы оның құдіреті мен күшінің астында. Ол аршының үстінде. Бұл бір дененің екінші бір дененің үстінде болуы сияқты емес. Себебі ол дене емес. Аршы оны көтереді, үстінде ұстайды деген сөз де емес. Аршы мен аршыны ұстайтын періштелердің барлығы оның рахымы мен құдіреті арқылы тұрады. Ол бұрын қалай болса, қазір де солай. Аршыны жаратудан бұрын қандай болғаны болса, шексіз келешекте де солай. Себебі оның заты мен сипаттарында өзгеру деген болмайды. Егер сипатта өзгеру болса, нұқсандық болады. Нұқсан болса, нәрсе Алла бола алмайды. Бір сипаты кейіннен жетілсе, алдында нұқсан болған болар еді және кемелдікке мұқтаж болар еді. Осылайша жаратушысына мұқтаж болар еді. Мұқтаж болушы Алла бола алмайды. Ешқандай жаратқандарға ұқсамаса да, бұл дүниеде оны тану және ақыретте оны көру жүзеге асады. Бұл дүниеде қандай екені түсінілместен білінгені секілді, арғы дүниеде де түсінілместен көрінеді. Себебі ол көру бұл дүниедегі көруге ұқсамайды.